Тері өңдеу кәсіпшілігі қолөнерлердің арасында жетекші орын алған. Қазақтар баяғы заманнан ақ тері илеуді және оны әртүрлі түске бояуды білген. Теріге батырма салу, өрнек тігу техникаларын меңгерген. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде тері өңдеу өнері маңызды орын алады. Себебі негізгі тіршілік көзі мал шаруашылығы болғандықтан қазақ халқы малдың етін, сүтін, азық етсе, терісі мен жүнінен түрлі тұрмысқа қажетті бұйымдар жасаған. Қазақ халқы теріні көбіне илеп пайдаланған. Иленбеген ірі қара малдың терісін шылғи тері, шылғи қайыс деп атаған. Шылғи қайысты ұқсатудың екі түрлі жолы бар. Бірі оның жүнін сылып тастап пайдалану, екіншісі теріні жүнін сылмай-ақ пайдалану. Иленбеген жүнді терілерден тулақ, тайтере, бөстек, тұлып, қауға, мес, дорба, шарқай тағы басқа заттар жасаған. Жүнін алып тастаған терілерден көк, өкше сірі, көн, дабыл жасалады. Құрымға салынып, ысқа ұсталып, құмға қатырылған теріден саба, торсық, көнек, шанақ жасалады. Мал терісін малма әдісімен илеген. Малма дегеніміз үлкен ыдысқа ашытып, теріні соған салып илеу. Боялған терілерден әсем киім, тұрмыста тұтынатын әдемі заттар жасалады. Теріні бояу тәсілдері: ие қанып, керіліп, созылған, талқы мен созғыдан өтіп, сүргіленген тері әппақ әрі жұмсақ болады. Бірақ ақ тері кіршең келеді. Сондықтан теріні табиғи бояулармен бояуды халық шеберлері өте ерте замандардан ақ меңгерген. Семіз малдың терісі майлы болады. Майлы теріні бояу қиынға түседі. Сондықтан терінің майын сорғыту үшін бор, сор, күл тағы басқа сеуіп бірнеше тәулік ұстаған үшін. Тері бояу үшін көп қолданылатын шикізат ағаштардың қабығы болып табылады. Ол үшін тал, емен, сары ағаш тағы басқа қабығы қолайлы. Сол сияқты тері бояу үшін рауғаштың тамыры, томар бояу, қына тағы басқа көптеген өсімдіктердің тамыры мен бүллері жарамды. Өсімдік тамыры мен жапырағын күз айларында жинап, жуып тазалап кептіреді де ұнтақтап алған соң әр қайсысын жеке ыдысқа салып қояды. Сөзімізді қорытындылайтын болсақ, көшпелі ата-бабаларымыз 4 түлік малдың терісін тіршілік көзі деп есептеп, одан тұрмысқа қажетті толып жатқан бұйымдар жасағанын аңғаруға болады. Айтылған заттардың барлығы қазіргі уақытта күнделікті тұрмыста қолданбаса да музей қорларынан табуға болады. Өткенімізге көз жүгіртіп, салтымызды, дәстүрімізді сақтайық.